Негізгі өзгерістердің бірі арнайы салық режимдеріне қатысты. Олардың саны 7-ден 3-ке дейін қысқартылып, тек өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, оңайтылған декларация және шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған режимдер қалдырылды. Сонымен қатар, өзіне қолайлы режимде жұмысын жалғастырғысы келетіндер үшін өтпелі ережелерді ескеру маңызды. Таксистер, курьерлер және осыған ұқсас қызмет көрсететін тұлғалар келесі ақпаратқа назар аударып қажет. Егер бұған дейін патентте немесе арнайы мобильді қосымша арқылы жұмыс істеген жеке кәсіпкерлер 2026 жылғы 1 наурызға дейін оңайтылған декларация режиміне көшу туралы хабарлама бермесе, олар автоматты түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркеуден шығарылады. Және егер режим талаптарына сәйкес келсе, қызметін өзін-өзі жұмыспен қамтығандар ретінде жалғастыра алады. Сондай-ақ, оңайтылған режимде немесе бөлшек салық режимінде жұмыс істейтін салық төлеушілер үшін маңызды ақпарат. 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін арнайы салық режимдерін қолданылған және жаңа оңайтылған декларацияға өтуді жоспарлаған салық төлеушілер көшу туралы хабарламаны 2026 жылғы 1 наурыздан кешіктірмей тапсыру тиіс. Әйтпесе, олар жалпыға бірдей берілген салық салу тәртібінде жұмыс істейді деп есептеледі және оңайтылған декларацияға тек 1 жыл жұмыс істегеннен кейін ғана өте алады.